Сәлеметсіздерме оқушылар, бүгін Қазақстан тарих пәнінен өтетін сабақтың тақырыбы 1822-1824 жылдардағы патша реформалары. Дәптеріңізді ашып, бүгінгі сабақтың тақырыбын жазып алыңыздар. Зерттеу сұрағы неліктен 20 ғасырдың 20 жылдарында Қазақстанда әкімшілік реформалар жүргізілді? Сабақтың мақсаты әкімшілік реформалардың жүргізілу себептерімен танысасыздар. Патша үкіметінің реформалары нәтижесінде құрылған әкімшілік аумақтық өзгерістерді түсінесіздер. Дәстүрлі қазақ қоғамындағы өзгерістердің өтетін тарихи кезеңдермен салыстырасыздар. Өткен сабақтан сіздер не білесіздер? Сырым датұлы бастаған ұлт азаттық күресінің себеп салдарын анықтадыңыздар. Көтерілістің тарихи маңызын және басшысының рөлін бағаладыңыздар. Ең алдымен оқушылар біліміңіз сайтын пайдаланып, 1822-1824 жылдардағы патша реформаларына байланысты бейнематериал көретін боласыздар. Қазақ хандығында дәстүрлі басқару жүйесі қандай болды? 17 ғасырдағы мемлекет нышандары. Қазақстан жерінде басқару жүйесін ауыстыруға күш салған Ресей әкімшілігінің мақсаты не болды? Реформаларды жүзеге асыруға қандай саяси жағдайлар әсер етті? Реформалар Қазақстанның қай аймақтарында жүргізілді? 19 ғасырдың 20 жылдарындағы реформалардың қандай жағымды жақтары болды? 19 ғасырдың 20 жылдарындағы реформалардың қандай жағымсыз жақтары болды? Осы сұрақтарға жауап беруге тырысайық. Қазақ хандығында дәстүрлі басқару жүйесі қандай болды? Басқару жүйесінде бұрыннан келе жатқан ру тайпалық тәртіп берік сақталды. Қазақ хандығының құрылымы 7 сатыдан қаланды. Бұның өзі қазақ даласында 17 ғасырда мемлекеттіліктің айқын белгілері болғанын көрсетеді. 17 ғасырдағы мемлекет нышандары. Қазақтарда хандық билік Шыңғысхан ұрпағы саналатын төре сұлтан тұқымына ғана тиесілі болды. Қарадан хан сайланған емес. Хандық билік негізінен ағадан ініге, кей жағдайда әкеден балаға мұраға өткен. Қазақ хандығында мемлекеттіліктің барлық негізгі белгілері болды. Хан мемлекет басында отырды, ал оның жанында тұрақты билер кеңесі жұмыс істеді. 17 ғасырда билердің беделі артып, олар күнделікті құқық, шаруашылық, әскери және идеологиялық істерді жүргізуде ерекше мәртебеге ие болды. Хан сарайының жанында сенімді адамдардан құралған қарулы топ төлеңгіттер қызмет етті. Төлеңгіттер үнемі хандар мен сұлтандардың жанында жүрді. Қазақстан жерінде басқару жүйесін ауыстыруға күш салған Ресей әкімшілігінің мақсаты не болды? Ресей бодандығын қабылдағаннан кейін патша өкіметі қазақ даласын өз бақылауында ұстауға тырысты. Алайда жоғарыда айтып өткендей, қазақ даласында қалыптасқан дәстүрлі басқару жүйесі оларға тиімсіз болды. Хан билігінің сақталуы патша үкіметінің өлкені шаруашылық тұрғысынан кең көлемде отарлауына кедергі келтірген еді. Мұның өзі оны тәуелсіз қазақтардың заңды билігі хан билігін бір жолата жоюға итермеледі. Бұл патшалық отарлау саясатының басты бағыты болды. Патша өкіметінің отаршылық ойын жүзеге асыруға сол кездегі саяси жағдай да септігін тигізді. Реформаларды жүзеге асыруға қандай саяси жағдайлар әсер етті? Қазақ хандарының халық алдындағы беделі біршама төмендеді. Жергілікті халық патша өкіметі тағайындаған хандарды баяғыдай дербес ел басқарушылар емес, Ресей империясының көп шенеуніктерінің бірі ретінде қабылдады. Қазақ даласындағы хандық биліктің әлсіреуі Ресей билігінің реформаларды жүзеге асыруына жол ашты. Реформалар Қазақстанның қай аймақтарында жүргізілді? Патша әкімшілігі орта жүздегі хандықты таратып, 1822 жылғы Сібір қырғыздары туралы жарғыға сүйене отырып, басқарудың жаңа аппаратын құрды. Оны Спиранский жасады. Бұл жұмысқа Гаврил Ботинков белсене қатысты. 1824 жылы Петр Эссен Орынбор қырғыздарының жарғысын дайындады. Кіші жүзді батыс, орта, шығыс деп үшке бөліп, ішкі басқару жүйесінде хандықты жойды.
Осылайша 1822 және 1824 жылдардағы әкімшілік саяси реформалар патша үкіметі жүргізген отарлау саясатының соңы болды. 19 ғасырдың 20 жылдарындағы реформалардың қандай жағымды жақтары болды? Орта жүзде жаңа әкімшілік құрылым мен сайлау жүйесі енгізілді. Уставта денсаулық сақтау жөнінде кейбір шаралар белгіленді. Атап айтқанда қырдағы бекіністер гарнизонына қызмет көрсету үшін ауруханалар салу, көшпелі халық арасында шешекке қарсы егу жұмысын жүргізу белгіленді. Қазақтарға өз балаларын жалпы негіздерде империяның оқу орындарына жіберуге құқық берілді. Реформа Қазақстанда сауда-экономикалық процестің өсі үшін оң алғышарттар туғызды. Жарғының негізінде қазақтарға өз тауарларын еш шектеусіз еркін өткізуге мүмкіндік берді. 19 ғасырдың 20 жылдарындағы реформалардың қандай жағымсыз жақтары болды? Хандық билік жойылды. Билікке жергілікті халық өкілдері тартылмады. Салықтар мен міндеткерліктердің жаңа түрлері пайда болды. Жергілікті халық өз жерлерінен айырылды. Көшіп қону бағытында кедергілер пайда болды. Орталық езгі күшейе түсті. Қорыта айтқанда, қазақ қоғамындағы мемлекеттік басқарудың дәстүрлі түрінің жойылуы мемлекеттің саяси жағдайын әлсіретті. Өте қуатты мемлекеттік басқару жүйесінің жоқтығы салдарынан қазақ қоғамы бытыраңқылық жолына түсті. Бұл жағдай қазақ жүздерінің Ресейге тәуелді болуына алып келді. Отарлық езгі күшейіп, қазақ халқы өзінің қалыптасқан дәстүрлі жүйесінен айырылды. Кейіннен қазақ жерінің толықтай Ресейдің меншігіне өтуіне негіз болды. Оқушылар, біз бейне материалды көріп аяқтадық. Ал енді қысқаша конспектті оқыңыздар. Оқушылар, егер сіздер қысқаша конспектті оқып болсаңыздар, тапсырма орындайық. Бірінші тапсырма. Қалай, неше, қашан, кім, неліктен сұрақтарын дұрыс жауаптармен сәйкестендіріңіздер. Оқушылар, егер бірінші тапсырманы орындап болса, екінші тапсырманы орындайық. Екінші тапсырма 1822-1824 жылдардағы реформалардың жағымды және жағымсыз тұстарын анықтап, ұяшыққа белгілеу керексіздер. Оқушылар, тапсырманы орындап болсаңыздар, бүгінгі біздің сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.